Бүгін Қарақалпақ елінің ұлттық тағамы хожелі манты дайындаймыз. Бұған мантыны қалай жасасаңыз, тура сондай қылып қамыр иіле фаршты дайындап аламыз. Алдын ала қамырымызды жұп-жұқа етіп жайып, көлемін үлкен қылып кесеміз. Бір қарыс көлемінде етіп, алақанымыздай. Енді бір қасық фарштан салып, жайып, мантымызды бүгеміз. Мына осылай қасықпен жайып шығамыз да, мантымызды бүгеміз. Толық рецепт менің YouTube каналымда бар. Сонда өтіп көрсеңіздер болады. Және де тіркеліп кетіңіздер. Осылай табақшаны майлап отырып, арасына мантының май жаға отырып пісіріп аламыз. Осындай дәмді манты шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бұрын соңды жасап көрмеген болсаңыздар, YouTube каналыма өтіп, сол жерден рецептіні көре аласыздар. Толық рецептіні.